Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен Абзал Дәулетов. Бүгінгі біздің кезекті шоуда Geely 2GEL автокөлігі. Бұл жерде 2 литрлік турбо қозғалтқыш орнатылған, 238 аттың күшін береді, 350 айналу моментінде. Және де бір қызығы, бұл бірінші Қытай автокөлігі десек те болады, 8 сатылы автомат қорапшамен жұмыс жасайтын. Өздеріңіз көріп тұрғанда дизайны өте керемет, бір 200 тойға құсайды деп айтсақ та болады. 20-шы размерлі дисктер орнатылған, қара түсте спорттық дизайнда. Қазақстан нарығына 2 жиынтықта беріледі. Мына жерде көріп тұрғаныңыздар, бұл толық жиынтығы, флэгшип жиынтығы. Мына жердегі поворотниктары және де қара түске боялған, антихромдалған десек те болады. Бесключевой доступ автокөлікте. Артқы жағынан қарасақ, бір BMW 200 сияқты. Және де бір қызығы, мына 4 мұржасы да жұмыс жасайды. Яғни ешқандай алдау емес, автокөліктің 4 мұржасы да жұмыс жасап тұр. Бұл